Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қоғамда жақсылық кеп жүрген адам көп. Біреулер елге, мұқтаждарға үй беріп жатса, біреулер аурулардың дертіне шипа табуына жәрдемдесуде. Біздің жоба өзгерек. Садақа қорының қарайлас жобасы үлкен белестерді бағындырмақшы. Мұқтаждың қолына азық-түлік берсек, оның мұқтаждығы ары қарата азық-түлік біткенде жалғаса түседі деген. Біз енді қолына балық емес қармақ сату арқылы оған мұқтаждықтан құтылып қана қоймай, кәсіпкер, жеке кәсіпкер немесе бизнесмен болуға жәрдемдеспекпіз. Құрметті ағайындар, Алла қаласа бүгін осы садақа қорының қарайлас жобасында алғашқы бисмилля деп үлкен іс бастамақшы екен. Сол алғы шарттарының бірі жалпы бисмиллясы бүгін осы еліміздегі осы Алматы қаласындағы 5 бірдей көп балалы аналарымызды сол балапандарымен осы бір жерге шақырып, тамаққа шақырып, Жәкең екеуміз арнайы өз қолымызбен тамақ істеп, сол кісілерді тамақтандырмақпыз. Алла қаласа жалпы сол кісілердің дұғасын, батасын алып, осы үлкен іске бисмилля деп кіріспекшіміз. Ең әлгі ісіміз осыдан басталмақ. Сонымен біз 40 адамға шамалап күріш жасайын деп жатырмыз. Ташкенттің күрішін, көшін, былайша айтқанда, олардың тілімен айтқанда, көшпен ош жасап жатырмыз. Жастық шағым есіме түсіп кетті десең. Сонымен пиязды, сәбізді Ерекең екеуміз турап біттік. Енді мына жақта не жасалып жатқанын көрсетейін сіздерге. Мынандай ноқат, осындай ноқатты бір сағат қайнатып қойған жақсы. Өйткені ол өте қатты нәрсе. Одан кейін күрішімізді, жаңағы лазер күрішімізді мынандай суға сап қойған жақсы. Бір-екі рет шайғаннан кейін осындай суға сап қойған дұрыс. Суда тұру керек. Енді ет тураймыз. Кәдімгі әшейін мынандай дәу болып тұра берсін бейді, осылай болып қала берсін. Ол кішірейіп кетеді қазір қазанның ішіне. Бұл жеке жалпы плов деген бар ғой. Өзбектердің ұлттық тағамы кәдімгі өзбек ағайындардың тек қана. Жоқ, тек қана өзбек емес, бұл қаншама халық, мысалға Үндіқытай деген жер бар ғой, мысалға. Үндіқытайдың негізгі тамағы наннан биік тұратын мысалы. Ол жақта халық үшін күріш наннан биік тұратын құрал. Негізгі. Күріш өндіретін халықтарда да көп мысалы. Сосын арабтарда қамырауқат жемейді, көбінесе осы күрішпен түйенің етін дайындаса да, қойдың етін дайындаса да күрішпен береді, кәдімгі қайнатылған күрішпен. Сосын ауған халқының ауған палау деген бар, кәдімгі ауған халқының өздерінің басқаша палаулары бар. Мысалға біздің көріп жүрген палаулардың бәрі бөгеді ғой, бөккенде жаңағы адам тамақ піскен кезде де ол бірінші өзіне суды сорып ісінеді, адамның ішіне барғаннан кейін де ісінеді. Ал ауған палаудың бір ерекшелігі ол ұзындау болып келеді, бірақ ол ешқандай жаңағы ісініп бөкпейді. Адам ішіне барған кезде де бөкпейді, қазанда піскенде де бөкпейді. Жегенге де қорытылғанға да жеңіл. Сөз бар еді ғой, мұсылманның қаруы дұға деген. Пловшының қаруы кәкпір демекші. Неге кәкпірді алып келдік, құдай қаласа. От жағылды, енді бисмилля деп бастап отырмыз. Жәке? Бисмилля. Енді негізгі бірінші жасалатын нәрсе бұл құйрықты шығырып алу керек, мынандай кесіп. Құйрық шығырылғанда бұның тамақтың негізгі дәмін кіргізетін нәрсе осы. Құйрықтың көп болуы, тіпті байқайсыздар ма, манты болсын, самса болсын, кез келген тағамның ішінде құйрық дәмді беріп тұрады. Әдемі бір сондай бір ерекше дәм бар өзінің құйрықтың. Кішкене құйрықты алып қалу керек. Ол кішкене құйрық палаудың ішіне салынады.
Біз сәл аздау қылдық енді, май аз болсын. Өздеріңізге жазып қойыңыздар достар, мінекей ең тамаққа дәм беретін жалпы құйрық май. О, машалла. Негізі күріштің әр килограммына 300 грамм май кетеді. Оның біразы енді бір жарты литрден көбі құйрық май, 300 граммы зығыр май болу керек. Қалғаны кәдімгі шит май дейді ғой қазақта. Сондай май болу керек. Міне уже неміз дайын. Майымыз дайын болды, құйрық май дайын болды. Құйрық май дайын болды енді. Бұл салып алатынымыз керек па? Мынаны салып аламыз қазір. Салып аламыз, ананы ұстап тұрмыз. Банағы бір кесет бір табақ майымыз осындай болып қалды, бірақ мына жақта жарты литрден аса май қалды. Енді зығыр майды қосамыз. Зығыр май негізі біріншіден дәмі керемет. Екіншіден бұл зығыр май күрішке әдемі бір қоңыр түс береді, әдемі. Негізі мынау пиязда береді ғой түсті. Пиязды сәл қарайтып қуырады ғой. Бірақ егер етті сіз суға салып алған болсаңыз, онда жаңағы суға жуған болсаңыз, біз негізі көбісі қойды сойғаннан кейін кәдімгі еттің өзін ешқандай суға тигізбей салса әдемі болады. Бірақ көп адамдар оны суға салса, онда жаңағы етпен бірге пиязы қуырғанша, қызарғанша пияз ең соңында ет пісейін деп қалған кезде салады пиязды. Бана құйрық май, оған зығыр май, енді жартын кетірді. Пісте май деп жатады кейбіреулер. Иә. Сонда жалпы 2 литрдей май болды ғой. Иә. Ереке енді етті салып жіберейік, ұстаңыз. Мынау маған сіздерге көріну ыңғайлы болу үшін сол қолмен сала берейік. Енді қазір үстін ет салып жатырмыз. Енді қазір жақтан қарасаңыз болады. Бір беттер. Ой, мінекей. Тәк бір кеттерді. Сонымен көрермендер, етіміз пісіп жатыр, Ереке екеуміз етімізді салып қойдық. Бір ескеретін жағдай. Бұның бәрі жаңа жасалып жатқан дүниенің барлығы 6 отбасын шақырып отырмыз. Оған айтып қой, 40 шақты адам деп. Әрқайсысында 5-6 баласы бар, жетім қалған, жесір қалған әйелдерді шақырып бала шағасымен Ерекеңіміз өз қолымыздан тамақ істеп, өз қолымызбен соларға берсек. Омар жаңағы әр тамағында бір жетім жесірмен немесе жаңағы кемтар адамдармен немесе осы қоғамда мұқтаж адамдармен бірге отырмаса тамақ ішпейтін болған екен. Сондықтан да соған бір амал жасап, осы кісілерден өз қолымызбен тамақ беріп, бір үлкен жоба бастағалы жатырмыз. Соның батасын алғалы отырмыз Ереке екеуміз. Алла риза болсын, жалпы сол кісілердің дұғасын алайық. Анау не дейді айтылады екен ғой, өзіңді біреудің дұғасынан ізде деп. Яғни өзіңді біреудің дұғасынан ізде дегені, сен үшін бір кісілер өзін сырттай дұға етіп жатса, иншалла оның өзі үлкен бір нығмет қой жалпы біздер үшін. Соны сала беріңіз, сайлап, бүйтіп. Горох дейді. Ноқатымыз ғой, яғни. Енді мынау арнайы кәдімгі осындай дәмдеуіштер. Бұл арнайы осы күріштің заттарын, осы Ташкент палаудың заттарын сататын жерде осындай сатылады негізі. Мынаның жартысын қосамыз. Еттерін батырып тастаңыз. Ереке үйреніп алдыңыз ғой? Толық деп айта алмаймын. Иә, енді Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, видеоны қайта қарап үйреніп аласыз. 3 рет шақырсаңыз, жәке қасыңызда. Болды, проблем жоқ. Көмекшіңіз болып отырамын. Меккедегі Рамазан кезінде рекорд болған ғой, былтыр 15 шақырым не жасалған, дастархан төселген. 15 шақырымға жеткен дастархан. Енді 15 шақырым болмаса да, бір
10 метрлік дастархан жаяйын деп Ерекен екеуміз ниет қылдық бүгін 40 адамға шамамен. Кейбір әлгі нелердің палау пісіретіндердің бір өзінің бір коронный әдіс тәсілдері болады екен. Сондай әдіс тәсілдердің бірі арасына көмшегір қосып жібереміз. Бірақ ешкімге айтпау керек. Күріш су құйғаннан кейін бір 10 минут осылай қайнап, сәл суын сорғытса, одан кейін жайлап былай жинаған жақсы. Жинаймыз, жинағаннан кейін бұны 4-5 жерден кесу керек. Біздің сәл отымыз қаттылау болып жатыр негізі, бірақ бұдан да жай болу керек қазанның астына көмесі. Сарымсақтарымызды енді бетіп қадап-қадап қойсақ болады. Мұқтаж жанға қарайлас, сонда жүрек қараймас. Мұстафа деген батырымыз. Мұстафа. Машалла, Мұстафа. Қатып бәрін Осақ па? Қалайсыздар? Балапан кім? Есіне адам. Жоқ, жақындап айтшы. Сафия, сен тақпақ білесің ба? Тақпақ білмейсің ба не? Кім біледі тақпақ? Абай Құнанбайұлын таппай мақтанбай, құлын таппай мақтанбай, орын таппай аттанбай, құмарланып шаттанбай, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайға жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал саспақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Ой, бәрекелді. Есімің кім дедің? Дана. Кім? Дана. Ой, Дана. Керемет қой. Мәке, сіз де білесіз? Мәкең потом. Мәкеңде уақыт жоқ. Тамағымыз пісті, қазанды ашты, Құдай қаласа мінекей бүлдіршіндерімізді тамақтандырамыз деп Ерекеңіз кірісіп жатырмыз. Ереке. Ал, бисмилля. Палауымыз дайын, тамағымыз дайын. Бисмилля, ас болсын. Қазір апарып береміз баларға. Ергелек кесіп Сонымен құрметті телекөрермендер, Садақа қорының Қарайлас жобасының аясында үлкен жұмыстарды бастаудың алдында осы 6 көп балалы алтын белгі алқа таққан аналарымыздың басын қосып, осы бүлдіршіндердің басын қосып, мынандай Ерекен екеуміз өз қолымызбен ас дайындап, осы кісілердің батасын, дұғасын іліксек деген оймен осындай бір дастархан жайып отырмыз. Алла жазса, сіздермен болашақта қоғамға жақсылық жасағысы келіп жүрген адам көп. Біреулер ұят беріп жатыр, біреулер аурулардың еміне жаңағы ақша жинап, жүрегіне жылу сыйлап жүр. Бірақ біздің мақсатымыз адамдарға азық-түлік берсеңіз, ол азық-түлік таусылғаннан кейін мұқтаждық таусылмай ары қарата жалғаса береді екен. Сондықтан балық бермей қолына қармақ ұстату арқылы енді шынымен мен кәсіпкер болам деген адамға мұқтаж отбасыларды мұқтаждықтан құтқарып ары қарата кәсіп жасап кетуіне жағдай жасау үшін үлкен жобалар бастағалы тұр Қарайлас жобасы. Сондықтан да осындай бір үлкен істің алдында мына жас бүлдіршіндерімізге осындай ақ жаулықты аналарымыздың батасын алғалы үлкен осындай дастархан жайып отырмыз. Садақа қорының Қарайлас жобасына осындағы ұйымдастырушы жалпы елбасындағы жомарт ағаларымызға Алланың разылығы болсын. Алла кәсіптеріне, отбасыларына берекет берсін. Жалпы әрине өте жақсы жоба. Осы арқылы жалпы қаншама
елімізде қаншама болып жатқан жағдайлар бар, қаншама мұқтаждықта отбасыларды сол мұқтаждығынан шығару мақсатында жасалынып жатқан арнайы жоба. Алла берекет берсін, Алла Тағала сол кісілердің садақаларын қабыл еткен болсын. Қарайлас тобының басшысына үлкен алғысым шексіз. Әр четверг сайын ыстық тамағымызды ішіп жатамыз. Осы жұма алмайға бет, мысалы ұлым да уже іздеп жатыр да, мама тамақ қайда үкіметтің тамағы деп. Алла разы болсын дегім келеді. Алла екі дүниенің де жақсылығын нәсіп етсін сіздерге. Өзім кішкене қобалжып тұрмын. Қуаныштың немесі шығар деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Үлкен рахмет айтқым келеді. Біздің қолымыздан енді рахметпен басқа не келеді айтуым үшін. Я рас, Алла разы болсын. Үйде күнде етпен ішіп отырған жоқпыз ғой. Жұмасына бір тамағын беріп жатыр. Рахмет. Мына бүгін бастарымыз қосылып, көп бала аналардың бастарын қосып осындай дәм тұз татқанымызға мен Алла разы үшін ризамын. Сіздерге ризамын, рахмет, Алла разы болсын сіздерден. Елдос мырза, сіздер Алла разы болсын. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге осындай сауапты жасап жатқандарыңызға Алла разы болсын. Бізде шын айтқанда бізге ешқандай қаражат болмаса басқа деген керек емес. Бізге тек балаларымыздың қарны тоқ болып солар жыламаса екен дейміз. Бар жасап жатқан жақсылықтарыңызға Алладан қайтсын, отбасыларыңызға екі еселеп, мың еселеп қайтсын. Сіздердің осы бастап жатқан Алла разы болсын, істеріңізге алға қарай осындай көп балалы отбасын жинап, осындай дастархан жайып, солардың аналарға, балалары осылай қиналмасын деп, ешкімнен ондай мұқтаж ештеңе салып, аш болмасын деп, балаларымыз үшін жұмыстарыңызда үлкен табыстар тілеймін. Жанұяларыңызға берекет берсін, әрқашанда қызмет етуге дайынбыз. Мұқтаж жанға қарайлас, сонда жүрек қараймас. Сонымен достар, біз тамағымызды жеп болдық. Балалардан сұрайықшы бір ауыз. Балалар, тамақ тәтті болды ма? Мінекей, балалардың эмоциясын байқап тұрсыздар. Тамақтың жаңағы біздің қолдан жасаған Ерекең екеуміздің еңбегіміздің ешіп кетпегенін осыдан байқасаңыздар болады. Енді Ереке біздің дайындаған тосын сыйымыз бар тағы да. Мына бүлдіршіндер мына қыстан көктемге ауысып жатыр. Сол араны пайдаланып біз әр семьяға осы жерге шақырған бүлдіршіндерге сай киім-кешектер дайындаған едік. Кел. Сен тұрасың, өз жүгіреді. Түсін ба? Сосын футбол жақсы ойнайды мынау. Болатын болды ғой. Қыздар сөз салады ғой мынадан кейін. Болды ғой. Мына жағы куртка екен, көрдің ба? Маска Сол аяқ қой. Кен сен тұра ғой, Ең үлкен ма? Ертегідегі ғой мына баланың аяғы. Аяқ киімдері болды ғой, болды, алдауынан тапсырды. Мінекей, Алла Тағала осы әрбір ісімізге сауаптан жассын деп үміт етіп, бағдарламамызды өз мәресіне жеткізіп жатырмыз. Шарада өз мәресіне жетіп жатыр. Ең бастысы бүлдіршіндер жаурамасын, олардың аяқтары жаурамасын. Бұлардың аяғы жаураса, Қазақстанның болашағы жаурайды. Бұлар жаураса, Қазақстанның болашағы жаурайды. Сондықтан да Алла Тағала осы бүлдіршіндерді жауратпасын, осылар аш болмасын, осылардың қарны тоқ болсын деп бүгін осындай шараны қолға алдық. Шамамыз келгенше осы балапандардың көңілінен шығуға тырыстық. Ереке солай ма? Байқасаңыздар, мына аналардың ешқайсысы халықтан ақша сұрап отқан жоқ. Балалардың қарны тоқ болса болды деген сөз бүгінгі бағдарламаның ең өзекті сөзі болды. Егер осы шараны арқата жалғастырып, осындай бүлдіршіндерге жылу сыйлаймын десеңіздер, онда Садақа қорының Қарайлас жобасының реквизиттері төмендегідей көмектессеңіздер, әр баланың жүрегіне жылуды біз жеткіземіз деген үміттеміз.